Жүзімнің адам ағзасына пайдасы көп екенін білесіздер ме? Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма жазыла кетіңіздер. Жер бетінде ең алғаш пайда болған өсімдіктердің бірі жүзім. Оның жапырақтарының ізі мен дәндерінің қалдықтары сонау бор дәуірінің қазба жұмыстарының арасынан табылған. Сондай деректерге қарап, мыс және қола дәуірінде жүзімнің дәл бүгінгідей өсіріле бастағанын байқаймыз. Археологтар жүзім ұрықтарын көбіне өзен маңындағы қоныстардан кезіктірген екен. Египеттіктер жүзім өсіруді біздің заманымызға дейін 4000 жыл бұрын бастаған. Жүзім шағы олардан финдіктерге жеткізіліп, кейіннен римдіктерге тараған. Ғылыми деректерде римдіктердің өз заманында жүзімнің 100-ге жуық түрін өсіргендіктері туралы да аз айтылмайды. Қазіргі таңда жүзім ең көп өсірілетін аймақ Кіші Азия. Жүзімнің шамамен 10 мыңдай түрі кездеседі. Жүзімнің құрамында П, С, В1, В2, В6, Д, Е, Р дәрумендері, калий, магний, кальций, фосфор, кобальт, никель, титан, бор, алюминий, силиций, йод, цинк, күкірт және марганец секілді микроэлементтер болса, піскен жүзімнің 100 граммында 154 грамм карбондық гидрат, 1 грамм протеин, 1 грамм май, 21 грамм фосфор, 6,6 миллиграмм темір, аз-аздан болса да басқа да элементтер, түрлі дәрумендер, су кездеседі екен. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де, мидың да, тынығуына да ерекше әсер етеді. Ол бауыр ауруларын, қан аздықты емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар, құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болғандықтан оның калориясы өте жоғары, әрі темір мен кальцийға өте бай. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді. Жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда, тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығынды шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы. Оның құрамы дәрумендер мен басқа да биологиялық белсенді қоспаларға бай. Жүзім шырыны ағзамыз бен денсаулығымызда қалай әсер етеді? Жүзім шырынында көптеп кездесетін пектин жаман холестерин деңгейін төмендетіп, ағзадағы еркін радикалдарды жояды. Әрине, шырынның пайдалылығы жүзімнің түріне қарай анықталады. Мысалы, қара жүзім шырыны әйелдерге өте пайдалы, өйткені ол сүт безі қатерлі ісігінің пайда болуына жол бермейді. Жүзімде антоциан пигменттері бар. Олар қатерлі ісік жасушаларының дамуына тосқауыл болады. Егер олар болса, таралуын айтарлықтай баяулатады. Осылайша бүкіл ағзаның қорғаныс қасиеттерін жақсартады. Жүзім шырынын тұрақты түрде пайдалану бауырдың жұмысын айтарлықтай тазалап, гемопоэз процесін жақсартады. Ішек жұмысы реттеліп, буын ауруларын тоқтатады. Жүрек бұлшықеттерін қалпына келтіреді. Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын, қара жүзімді қаласаңыз, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқы тозаңы мен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалатындығы жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғанын көрсетеді. Тек үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Дәрумендер мен минералдарға қоса,
жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орнын ұғына түскендейміз. Қоректің ыдырауы нәтижесінде пайда болған немесе темекі, ішімдік, ауаның ластығы секілді зиянды қалдықтар капилляр тамырлардың қабырғаларын зақымдайды. Мұндай зақымдануға қарсы жүзімде кездесетін кейбір күшті антиоксиданттар, еркін радикалдардың әсерін жоятын заттар, төменгі тығыздықтағы зиянды липопротеиндердің капилляр тамырларда түзілуіне бөгет келтіретін қасиетке ие. Осы тақырыпқа қатысты бір зерттеуде ірілеу қара жүзімнен жасалған жеміс шырыны берілген кісілерде ЛДЛ холестеролдың тотығуға ұшырамағандығы анықталған. Жүзім құрамындағы магний адам денесіне де мидың да тынығуында ерекше әсер етеді. Дененің вирустарға қарсы тұруына да күшейтеді. Жоғары калориялы болумен қатар жүзім қатерлі ісіктен қорғану ерекшелігіне ие. ақш-та жүргізілген бір зерттеуде ісігі бар тышқандарға 4 айдан аса апта сайын 2 рет 1, 5, 10 немесе 25 микрограмм ресвератрол берген зерттеушілер ресвератрол берілмеген тышқандарға қарағанда берілгендерде ісіктің өте тез қайтқандығын байқаған. Жүргізілген тағы бір зерттеуде американдық ғалымдар қара жүзімнің шырынының жүрек ауруларына қарсы антиканцерогендік ықпалы барлығын растаған. Қара жүзім шырынының қан бөгелуіне де қарсы ықпалы барлығы анықталған. Джорджтаун университеті ғалымдарының бірі Жан Фирдман 2 апта бойы 20 адамға күніге 2 кеседен күлгін жүзім шырынын берген. Нәтижесінде қандағы Е дәрумені 13%-ға, қан плазмасының жалпы антиканцероген мөлшері 50%-ға артқан. Бұған қоса тексеруге алғандарда қандағы бөгелменің, яғни варикоз ауруының анағұрлым реттелгендігі анықталған. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегі мен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератрол антиоксиданты күштің қалыпқа келуін көмектеседі. Ол Е дәруменінен де мықтырақ. Одан бөлек жүзімде кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ А, С және В дәрумендері бар. Емге пайдалану. Жүзім қандай дерттерге дауа болады? Онкологиялық аурулардың алдын алады. Жүрекке жақсы әсер етеді. Тамырларды қатайтады. Қан ұюының алдын алады. Жүзімді қаны қою адамдарға ұсынған жөн. Өйткені ол аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. Қан диабетін емдеуде қолданылады. Астмасы бар адамдар үшін пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жақсартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын 1 стакан жүзім шырынын ішіп, бір үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғыс білдіремін. Егер осы видео ұнаса, бағалап, пікір қалдыра кетіңіз. Ал сіз жүзімді жиі тұтынасыз ба? Төменге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Дендеріңіз сау болсын.